Құрметті Целиноград ауданының тұрғындары және қонақтар, өткен сенбі 20 шілде күні республика бойынша бірге таза Қазақстан атты экологиялық акцияны бастадық. Осы акцияға Қазақстан Республикасының премьер-министрі, депутаттар мен министрлер, Ақмола облысының және Нұр-Сұлтан қаласының әкімдері, сондай-ақ 1000-нан астам адам қатысты. Ауқымды акцияның мақсаты табиғат пен су объектілерін ластану проблемасына мүмкіндігінше баршаның назарын аудару. Бұл акция өз бастамасын біздің Целиноград ауданының Қоянды су қоймасының тазалауынан басталды. Құрметті жерлестер, 27 шілде сенбі күні сіздерді өз елді мекендерінің су қоймалары мен ауқымды тазарту бойынша экологиялық акцияға белсенді қатысуға, ат салысуға шақырамын.